Арифлейм компаниясына келіп жұмыс істеймін деп. Кішкентай кезімнен қай жерде оқымасам да, қай жерде жұмыс істемесем де, тек алға ұмтылуда болдым. Қандай үйірмелер болмасын, қандай мероприятие болмасын, алды болдым. Қай жерде жұмыс істемесем де, тек қана грамота, диплом, алғыс хаттар алып отырдым. Осының бәріне менің ұяда әкемнің көрсеткен тәрбиесі, өзінің үлгісі. Еш уақытта бастаған ісіңді аяғына шейін жеткізбей, жарты жолдан қайтушы болма деп үйретті. Істеген ісіңді шын жүрекпен жақсы көріп істе деп үйретті. Таңертең жақсы оймен тұрып, тек қана таңғы несібені Құдай таңда береді. Жақсы оймен тұрып, несібіне қарай таңертең баста қызым деп үйретті. Бақ қайда барасың, бірлікке барамын. Тек қана бірлік қана сені баққа келеді қызым. Бірлік ойла, қай жерде жүрсең де бірлікке шақыр елдің бәрін. Барлық адамға көмектесіп, жүрегің кең болсын, миың одан да үлкен болсын. Тек қана ақылды бол қызым деп үйретті. Енді мұнан қараңыздар. 99-шы сол әдемі өмірді іздеп, сол арман баяқ әкем қаныма сіңірген 99-шы Астанаға әдемі өмірді іздеп, ешқандай алдыма, ешқандай препятствиеге қарамай Астанаға жолға шықтым. Менің тұрған үйім мынау. Ит олай тұрмайды. Менің қазір сол кезде 40 жастағы әйел казначействоға 2900 теңгеге айлыққа тұрдым. Сонда маған бастық сол жерде қабылдап атқан айтты. 2900 теңгеге 17 жасар тек қана мектепті бітіріп келген қыз ғана тұра алады, ондай жұмыста специалист болып. Сіздің 2 балаңыз бар, күйеуіңіз бар, 4-еуіңіз, үйіңіз бар ма? Әрине үйім жоқ. 4-еуіңіз, сіз қалай өмір сүресіз? Сондағы тұратын бір комнатым 6000 теңге, менің алатын айлығым 2900 теңге. Бірақ мен айттым, мен өмір сүре аламын дедім. Ешкім білген жоқ, менің күйімме, сыртыма қарап бәрі ойлады. Мынау қандай әйел, осындайда ақымақ болады ма екен деп. Но олардың біреуі де білген жоқ, менің ішімнің не деп сайрап тұрғанын, менің жүрегімнің не деп жылап тұрғанын. Менің ойым, мен ұшып Астанаға, мен біреудің посудасын жууға келген жоқпын. Мен біреудің баласына қарауға келген жоқпын. Мен жаңағыдай үйде тұрамын деп келген жоқпын. Но оны менің жүрегімді ешкім де білген жоқ. Оны мен өзім ғана білдім. Мынау менің бірінші жұмысын істегенім казначейство, управление казначейства Мира көшесіндегі Астанадағы. Мынау екіншісі менің жұмыс істегенім 7 жыл бухгалтер болып жоғары сотым. Мынау менің Қазмұнайгаздағы 7 жыл істеген жерім. Мен осы Арифлейм компаниясына 2010 жылы менің спонсорым Сағынбекова Күләш сіңлім жазған кезде мен еш уақытта Қазмұнайгаздан жұмыстан кетемін деп ойлаған жоқпын. Менің алғашқы бірінші банкетім Алматыдағы, мына көріп отырсыздар, $1000 алып, чек алып, жүрегім қуанышқа сыймай шығып мәз болып тұрсам, сол жерде мен көрдім, топовый лидерлердің чектерін көрдім, топовый лидерлердің машиналарын көрдім, топовый лидердің өмірлерінің басқа екенін білдім. Мен сол кезде сол банкетте отырып, елдердің бәрі билеп, күліп жатса, мен сол банкетте шешім қабылдадым. Мен, Майя, арманың қайда сенің? Астанаға келгенде сен осы үшін келдің ба? Осындай айлыққа қарап өмір сүруге келдің ба? Мен өте күшті исполнительный болдым. Мен вообще енді керемет исполнитель болдым. Менің алтын басымды, өзімнің керемет күшімді, бірақ біреудің арманына жұмсағаныма өкіндім. Мен осы банкетте отырып, жалдамалы жұмыспен Арифлейм компаниясындағының анализ жасап, айырмашылығын білдім. Жер мен көк екенін білдім. 49 жасында екенмін. 57-ге дейін пенсияға кетемінше, әлі маған 8 жыл қалыпты. Мен айттым, енді 8 жылды 8 минутымды да өткізе алмаймын. Сонда мені Қазмұнайгаздар қыздар, көп ұзатпай, мен мынаған қараңыздар, көп ұзатпай мен уже топовый лидерлердің қатарына келе бастадым. Мынау менің қазіргі үйім, мынау менің қазіргі көлігім. Мен еш уақытта ойлаған емеспін. Менің семьям тамаққа жарымай жүрген, осындай үлкен машина алады екен деп. Менің мынау көлігім, менің қуанғаным соншалықты, менің командам көлік ала бастағандағы ең үлкен сыйлық маған сол болды. Мынау менің командамның көліктері. Мынан қараңыздар, мына Алматы, мына Бурабай мен үшін арман болған. Сол жақты бір көрсем ғой шіркін-ай. Көрем деп жүргенде 50-ге кеттім.
енді қараң, 50-ге дейін қараңғы түн болса өмірім, 50-ден кейін компания Арифлеймнің арқасында 2 жылда 37 жыл үкіметте жұмыс істеп жүріп алмағанымды осы жерде алдым. Мынау менің өмірімде адам сенгісіз, осы бара аламын ғой, осы жерде боламын ғой деп, 3 ұйықтасам да түсіме кірмеген менің бір өзім емес, менің жанұяммен қыдырған жерлерім. Ал 21 май күні менің үйімде өте үлкен қуаныш болды. Ол қазір адам сенгісіз айтса, ешкім де сенбес еді. Мен еш уақытта 15 минутта 4 комнаталы үй 6 этаждан премиум класстан өмір бақи армандадым. Немеремнің өз комнатасы болса екен деп. Өмір бақи армандадым. Менің 53-ке келгенге шейін менің өз комнатам болған емес. Сондайым болса екен деп. Міне компания Арифлейм мені 53-ке келген кезде өз комнатамды өзіме сыйлады. Мынау маған берген квартирасы. Мыңда бір рахмет менің спонсорларыма. Мыңда бір рахмет компанияға. Оның алдында озеро болады екен, ол еще сквер болады екен. Менің 4 әйелімде скверге қарап, озероға қарап тұрады екен. Енді бұның бәрін қалай кестірген, мен білмеймін компанияға. Мыңда бір рахмет компанияға, мыңда бір рахмет. Қанша адасып жүрген адамдарға таң қаламын. Именно Арифлеймді таңдағаныма, именно осы компанияда істегеніме,